міне қандала жұмыртқалары және бала шағаларымен көріп отқандай мыналар көп қимылдамайды бұлар. Өйткені қазір күндізгі уақыт тамақ жоқ. Түнде адам келіп ұйықтаған кезде расслабиться деді ғой, денелері босап ұйықтаған кезде сол кезде бұлар соны сезеді. Содан жүгіріп барып шаға қояды және қайтадан осында келіп тығылады. Жұбымен осында жатады. Мынау жаңа жұмыртқасы, жұмыртқадан қандала пайда болып жатыр міне. Сосын бұлар сарғаяды, қан жеген соң қызарады. Бұлай аппақ болып жүреді жұмыртқалары. Сол үшін қайдан шағып кеткенін білмейді адамдар. Өйткені мынау өзі кішкентай ғана ғой. Қазір үлкейтіп көрсетіп жатырмын, қазір кішкентай түрін көресіз міне. Негізгі осы жаңағы не дейді, перхт дейді ғой, қайызғақ. Қайызғақ сияқты да көрінбейді. Ол шағып кетсе де адам байқамай қалады. Ал мынау сары түстері бұлар кожада жүрсе көрінбейді да. Кожада жүрсе. Балалары астынан шығып жатыр. Осы өте кішкентайлары, мынау уже қандала болып қапты баласын. Сырын көрмейсіз бе баласының? Осылай бұлар негізі тамақ болмаса 1 жылға дейін өлмей өмір сүре береді. 1 жылдан кейін, 1 жылдың ішінде 1 жылдан да асық екен ғой. 18 айдың ішінде тамақ келмесе, осылай қимылдамай жата береді. Спяшкаға кетеді дейді, ұйқыға кетеді екен. Тамақ келгеннен кейін бастап тамағын жейді да, солай оянып өмір сүре береді. Сосын дәрілегеннен кейін 1 суткаға қалдырамыз дейміз ғой. Бұл дәрі шашылған кезде өзі 4 сағатқа ұйқыға кетеді екен. Дәріні сезбей, өзіне әсер еткізбей, 4 сағаттан кейін оянып жүре бастайды. Сол пока әсер етем дегенше бұған 1 сутка өтеді. Шұбырлайын деді, менің қанымды сезейін деді ма. Негізі күндізгі уақытта қауіпті уақытты біледі да, бұлар шақпайды. Түнде шағады. Түнде қауіпсіз, свет өшкен, адамдардың бәрі тыныштыққа кеткен, ұйқыға кетеді. Сол кезде қауіпсіз болады да, безопасно. Сол кезде шаға бастайды. Оған дейін осы жерде жатады. Не? Өзі бұлай көрінбейді да, бұл қай жерде жатыр десеңіз. Диванның мынау екеуі бір-біріне қосылатын жері. Түсіндіріп алады, диванның басы. Диванның табанында көп болды. Мына шетінде емес, келесі шетінде өте көп. Жұмыртқалаған бұл жақтар анау сияқты шашырап кетпепті. Мыналардың семьялары мирный екенді, мыналардың семьялары шашырап кетті осылай. Семьясымен. Түрі қандай дегендерге түрі осындай. Әрдайым соны жыбырлатып дұрыс түсірмейді екем. Барлығын түсіндірейін деген ойлаған ойым ғой. Міне осы түрдің бәрі, мынаның бәрі қандала. Кішкентай қандала. Ақтарды қандала, міне сіз көріп тұрған мынау ақты қандала. Жаңадан аяқ пайда болған бұларға. Сол үшін пока жүріп жатқан жоқ.
өзі кішкентай болған соң көрінбей қалады бұл. Сол үшін да камераңызды үлкейтіп іздесеңіз табасыз үйде. Дивандардың мынау бір-біріне жалғасқан жерлерін ашу керек. Сонда сол жалғасқан жерлерінде тығылады. Өзі екеу көп балалы екен ғой. Жақсы көрінді ғой, иә. Қимылдамай тұрмадың, тұрысын көрмейсіз бе, өліп қалған сияқты үлкендерінің. Жүрген бар. Қалай екен, е? Адамға тиіскен қалай екен, қашты. Жылдам жоқ болып кетеді ғой. Тиіссең жәндер бар, қашатын. Екеуімен екі жаққа қарай қашты. Біреуісі мынау, біреуісі анау. Қайда баратсың? Қайда барасың? Қайда бала шағаңа бармайсың ба? Міне адамның мазасын алатын. Мынау да баласы жүріп қалыпты. Бүкір семьясымен тату-тәтті болып тұр екен. Достық семьяларын. Қашқанда алды-артына қарамай қашады ғой. Не болды? Мынау анда кетті. Мынау анда кетті. Сағаларын тастатты, Жангерейге қашып кетті. Негізі мынауларда жүру керек. Қазір түртіп керек, жүре ме екен, жүрмей ме екен. Ағасы ма, братаны ма? Қауіп төніп жатқанын біліп, қашып жатыр жан-жаққа. Қанша осындар өзі? YouTube. Осы енді жаңағылар жоғалтылмай тұрғанда дәлейік. Подписка жасап, лайк басып кетіңіздер. Каналымызға тіркеліп кетіңіздер.